Армысыздар, құрметті қазақ елі. Ермек Албан, қазақтың биі, Алматы қаласы. Мына үндеуімді Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға жолдағым келіп отыр. Бұл жерде туындап тұрған мәселе мына қазіргі таңда ел арасында 608 статья. Ол жүргізу куәлігін айыру, 15 тәулікке қамап, және де 7 жылға жүргізу куәлігінен айырып тасталынады. Енді бұл мәселеге нақты кіретін болсақ, жағдай қандай? Осы заң шыққалы бері ішіп жүрген азаматтар, жаңағы лауазымдары бар, куәліктері бар азаматтар, олар куәліктерін көрсетіп, таныс тамырына хабарласып, ол азаматтар жүре береді, ақшасы барлар ақшасын беріп жүре береді. Бұл жерде зардап шегіп отқан қарапайым қазақ, қарапайым халық. Енді заң бойынша 0 промилден жоғары көрсететін болса, ол ішті болып есептеледі. Ал енді біздің ұлттық сусынымыз, қымыздың өзі 0,3 промилден 1,6 промилге шейін алкотестерде көрсетілген. Сонда сен қымыз ішсең де, қымыз ішіп үйіңнен шықтың, алкотестерде көрсетіп тұр, 15 тәулікке қамайды, 7 жылға сенің куәлігінен айырылады. Оның аяқ жағы не болады? Аяқ жағы қазақтың 90% қазір кредитте отыр. Ипотекасы бар, кредиті бар, жаңағы автокөліктің өзін кредитке алған. Оны төлеймайды, бала шағасына азық түлігін аламайды. Аяғы үлкен дау-дамайға апарып, ажырасып жатқан отбасылар да көп. Одан кейін ол қылмысқа да барады, ол жұмыссыз қалған азамат. Бізде көбісі, енді өзім Алматы қаласында тұрам, көбісі таксовать етіп, сол бала шағасын бағып отыр. Ал енді бізде штрафтан біз басымызды алып жүре алмай қалдық. Сергегің бар, басқа да штрафтар жетеді. Ал енді сонымен қоса мына заңдарыңыз енді бұл халыққа жасалып отқан қарсы әрекет. Ауыр ұшан азаматтар дәрі ішеді, ол да көрсетеді. Булочка, мақпен жейсің, ол да көрсетеді. Көптеген жаңа дәрі-дәрмектерде, басқа да нелерден, жаңа алкотестерден көрсетіп отырады. Сонымен қоса түсікпаған азаматтар алкотестерден жаңағы жоғары көрсететін болса, бұл жерде гаишниктер ұстағаннан кейін енді көптеген азаматтардан естіп отырмыз, 1 миллион, 2 миллион теңгедей болып салады екен. Кредит алып, әйтеу қарызға алып беріп жатқан азаматтарға жаңағы жіберіледі. Ал егерде жаңағы бере алмайған, ақшасын бере алмайған азаматтар жаңағы 15 суткіге қамалып 7 жылға жаңа кетіп жатыр. Алдында мен енді естіген мәліметім бойынша 250 мыңдай деп естіген жаңағы лишойниктер. Ал енді статистиканы қарасам, 28 мың ба сондай адам деп енді өзгертіліп тұр. Енді бір құдай біледі, енді нақты қанша екенін. Бұл жерде құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізден сұрарымыз, халық атынан бұл жерде енді сіздің саясатыңызды көріп отырмыз. Сыртқы саясатта сіз өте жақсы жұмыс жасап жатырсыз. Ал енді ішкі саясатты алатын болсақ, халық өте наразы, халық наразылығы күннен күнге көтеріліп баратыр. 90% халық қарыз, штрафтан бас көтермей қалдық. Онымен қоса мынандай мәселелер туындап тұрғаннан кейін, ертеңгі күні кез келген уақытта 2 қаңтар болып кетуі мүмкін. Ондай жағдайды ешкім қаламайды, біз қаламаймыз. Сол үшін халықтың үндеуін сізге жеткізіп отырмыз. Біз сұрарымыз, құрметті президент мырза, бірінші, біз енді мына қазақтың ұлттық сусынымыз, қымыздың өзі 1,6 промилге шейін көрсететін болса, сол рұқсат берілсін. Алкотестермен тексерген кезде 1,6 промилге шейін рұқсат берілу керек деп ойлаймыз. Бірінші. Екінші, мына гаишниктермен ортасында жаңа бизнеске айландырып коррупция болмас үшін бұл жерде айыппұл салынсын. Егерде 1,6 промилден жоғары болып жатса, ол жерде жаңағы айыппұл 100 мың, 200 мың теңге ма сондай салынып жатса тікелей, онда ол гаишниктердің қалтасына кетпейді, ол тікелей бюджетке кетеді. Және де ол жерде адамның құқығы болу керек. Ол жерде ол өзі юристерге барып, және де экспертиза өзі жасатып, ол өз-өзін құқығын қорғайтындай сондай жағдай жасату керек. Ол көбісі қазір ондайға апармайды. Мен жақында 2025-те Телмін деген Азербайжан ұлты азаматы маған хабарласты осындай мәселемен. Сотта жаңағы қылмысын, сен қылмыскерсің деп жаңағы дәлелдеп 15 жылға жіберген. Ол жерде оның юристі болмаған,
электронный сигарет тарткан, сол электронный сигаретпен апарып буну камап жаңа лишениеге жиберип отур. Сотта ешкандай видеокамерада ешкандай несі жок, видеолар жок, және де экспертиза үлкөн жаңа нарушениемен жасалган. Ондай мәселелер бізде өте көп. Сол үшін құрметті президент осы 608 статьяны сізге халық атынан сұраймыз. Дұрыс жағынан шешіп берсеңіз, жаңағы тағы да айтып кетейін, 1,6 промиллге шейін рұқсат берілу керек. Екінші, коррупция болмас үшін 1,6 промиллден жоғары болып жатса, онда тікелей мемлекетке 100 мың болсын, 200 мың болсын, жаңа промиллдің көптігіне байланысты солай айыппұлын төлөсүн да, сол кезде гаишниктермен ортасында коррупция болмайды. Және де жаңағы 250 мыңдай дейміз, енді мына статистика бойынша 28 мың деп тұр. Егерде сол азаматтар, лишение кетіп қалған азаматтарды ешқандай ДТП болмаса, адам өлімі ешқандай болмаса, сондай азаматтарды 100 мың теңгеден праваларын қайтарып алуға сондай рұқсат берсеңіз, ол енді мына бюджетте ақша жетіспей жатыр ғой бізде Қазақстанда. Соған сол мыңдаған адамдардан 100 мың теңгеден рұқсат берсеңіз, мемлекетке ақшасын төлеп, жаңағы айыппұлдарын төлеп, праваларын қайтарып алса, біз сол халық атынан сізден сұраймыз. Құрметті президент мырза, мына енді статистиканы қазір қарап отырмын. Бұл жерде ішіп алып ДТП жасаған азаматтардың мына бүткіл жалпы Қазақстан бойы статистикасын қарасақ, 3% екен. 3% жаңа 100%-дан 3% осы ішіп алып жасап атқан ДТП-ның несінен. Ал егерде ішіп алып, шегіп алып, ДТП жасап адам өлімі болса, оны соттаңыздар, қамаңыздар, 7 жылға кетсін. Ондай наркомандар, алқаштар жүргізбеу керек. Ал енді қарапайым халық, отбасын бағып отқан халықты бұлай жазалау, жаңағы қымыз ішіп да, жаңағы дәрі ішіп да 0 промиллден жоғары деген енді ол миға сыймайтын заң. Құрметті президент мырза, халық атынан осыны сізден сұраймыз. Амнистия берілсін, лишениялар куәліктерін 100 мың теңгеден алып берсін, және де промиллді қымыздың несімен 1,6 промиллге шейін халыққа рұқсат беріңіз. Халықтың үндеуі деп біліңіз. Құрметті президент, дұрыс жағынан сіз шешеді деп біз үміттенеміз. Рахмет.